Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бір керемет пайдалы ақпаратпен бөлісуге шықтым. Бүгінгі біздің тақырып дәл менікіндей осылай кірпігімізді, қасымызды тез уақытта жылдам және оңай қалай өсіруге болатын тақырыпқа жауап беретін боламын. Егер де сізге қызық болса, ең алдымен менің каналыма подписка жасап, лайк қойып кетіңіздер. Сол кезде менен пайдалы ақпараттарды өткізіп алмайсыз. Ал маған деген сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Жауабын мен сіздерге видео ретінде түсіремін. Ал егер де менікіндей қас кірпікті қалайтын болсаңыз, видеоны соңына дейін қараңыз және мен сізге арасында лайфхактармен бөлісетін боламын. Бүгін тура осындай қас кірпігіңізді өсіргіңіз келсе, екі масканың түрімен бөлісемін. Ол масканы жасау үшін бізге небәрі 3-ақ ингредиент қажет. Ол үшеуі дүкеннің сөрелерінде және дәріханада сатылады. Бізге көк шай қажет. Және миндаль майы аптекада сатылады, бағасы небәрі 500-600 теңге тұрады. Ал үшінші ең қажетті заттардың бірі ол гвоздика, яғни қалампыр. Қалампырдың шашты қылды өсіруге пайдасы өте көп. Қалампырдың құрамында дәрумендердің барлық түрі бар және тез жақсы жылдам әрекет жасайды. Бағасы небәрі болғаны 200 теңге тұрады. Біздің ең бірінші маскамызға миндаль майымен және көк шай қажет. Осы екеуінің қосындысы біздің кірпігіміз бен қасымызды жылдам және қою қылып өсіруге көмектеседі. Миндаль майы туралы айтып беретін болсам, миндаль майын қыстың күні, қыстан шыққан кезде бетіңіз құрғап, қабықтанатын болса, бетіңізге кішкене тамшысын жағып жүретін болсаңыз, бетіңізді ылғалдандырады және қатты құрғап кетпеуден құтқарады. Желді ауа райда желдің астында бетіңіз кеуіп кетпеу үшін миндаль майын пайдалансаңыз болады. Миндальдың құрамында минералдар мен витаминдер өте көп. Осы минерал мен витаминдердің арқасында біздің шашымызды, қастағы кірпіктерімізді жақсы, оңай және тез өсіріп алуға болады. Ол үшін мен ең алдымен көк шайды жақсылап шығарып аламыз, яғни түсі қою қанық шай шыққанша. Ал көк шайымызды шығарып алдық, жақсылап осы көк шайға, қап-қара жасалынған көк шайға миндаль майының 10 тамшысын тамызамыз. Осындай майлы көк шай шығады. Осы тамызып алған көк шай мен миндаль майын жақсылап араластырамыз. Осы екі ингредиенттен тұратын масканы осындай ыңғайлы мақтамен батырып алып қасымызды сүртеміз және кірпігімізге 15-20 минутқа қалдырамыз. Осындай майдан жасалған біздің дайын маскамызды аптасына 2 рет таңертеңгісін жасап тұрған ыңғайлырақ болады. Ал егер де сіз мен сияқты тушпен бояйтын болсаңыздар, кешкісін жатар алдында жақсаңыздар болады. Ал екінші тағы да оңай рецепттің ол бір түрі бізге айтылған қалампыр, яғни гвоздика қажет. Осы гвоздиканың бір пачкасы жеткілікті. Ол менде өзім сыртынан оқтаумен жүргізу арқылы майдалап алдым. Егер сізде измельчитель дейді ғой, яғни майдалайтын арнайы құрал болмаса, осыны майдалап қайнатуға арналған ыдысымызға салып аламыз гвоздиканы. Оның үстіне айтып өткен миндаль майын құямыз. 1, 5, 6, ең көп дегенде 10 тамшысы жеткілікті болады. Ал майымызды, миндаль майын құйып алдым, қалампырдың гвоздиканың үстіне. Енді ыстық отта араластыру арқылы миндаль майы мен гвоздиканы бір қайнатып аламыз. 5 минут қайнатып алу жеткілікті. Ал біз жаңағы қалампыр мен миндаль майын суға қайнатып алдық. Мен айтам деп ұмытып кетіппін. Қайнататын кезде 2 қасық су
құйып алу қажет. Енді сол су, миндаль майы және қалампырды арнайы өзімізге ыңғайлы ыдысқа сақтау үшін құйып аламыз. Маған ол үшін сүзгіш қажет. Сүзгіштен жақсылап өткізіп аламыз. Мұны сүзгіштен өткізіп жатырмын. Осы дайын болған біздің суымызды холодильникте ұстауға болады. Осындай мақтамен батырып алып, көзімізге қасымызды сүртіп жағып қоямыз және көзімізге 15 минутқа сақтау қажет болады. Осы екі ингредиент, миндаль майы мен гвоздика, шашымыздың осылай аз сиреп кеткен кезінде жақсаңыздар, түбіне тоже өте жақсы көмектеседі. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалампыр мен миндаль майының біздің шашымызға беретін құнарлы дәрумендер мен минералдары өте көп. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіз. Егер сізге көмектескен болса, маған астына жазып кетіңіз. Мен өте қуанышты боламын. Ал келесі кездескенше, келесі видеода тағы да сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Пока!